160 қой саудасы. Баға деген жермен көктей болып тұр. Сен мына базарда абайлап жүр, мына сумкаңа қарап қой. 22-ден 25 келіге дейін беріп жатыр. Қымбатты Базар Лайк YouTube арнасының көрермендері, бүгін бізде кезекті шығарылым. Біз Қызылорда қаласының орталық мал базарындамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, көліктердің қарасы қалың. Яғни бүгін мал базарға келушілердің саны өте көп. Күндегі базарлардан қарағанда, өйткені алдағы жұмада бізде ең ұлық мерекеміз Құрбан айт мерекесі келе жатыр. Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль 11 демек ұрдалық ағайын. Менің стилім аралым, стилім қазалы. Ей Құдай! Міне қазір көріп отырғандарыңыздай, базарда қайнаған тіршілік жалғыз мал саудасы ғана емес, байқағандарыңыздай, міне қарбыз, қауынның да саудасы жүріп жатыр. Бұл бізде Қызылордада өте тіршілігі қайнаған ортаны білдіреді. Қазір міне базарға қарай беттейік. Қазір кіреберістің өзінде де адам саны көп. Алдымен бізде қой саудасы жүретін болады. Біз өткен шығарылымда Қызылордадағы мал базардың ең қымбат қойы 95 мың теңгеге бағаланған болатын. Ал ең арзан, яғни қаңтарда туылған қозылар 40 мың теңгеден сатылған болатын. Бүгінгі базардың бағамы қандай? Бірге анықтаймыз. Қанша қалдыңыз? Қанша қалдыңыз? 65-ке. 65-ке. Міне байқап отырсыздар, 65 мың теңгеге біздің алушылар сатып алыпты. Былай жобамен қарасаңыз өте жақсы баға деп айтуға болады. Құрбан айтқа нағыз союға арналған қой. Көрдіңіздер өздеріңіз. Міне мал базардың ең керемет сәті осы міне кәуептар. Бұл кіреберіс беттегі біздің танымал кәуепханамыз. Тәте, кәуептарыңыз қалай болып жатыр? Керемет, дәмі күшті. Жалпы алушылар көп па? Көп, халық көп. Саудасын берсін. Керемет екен. Қанша болып отыр ешкі? 60. 60 мың. Атың кім? Ерболат. Ерболат. Ой, молодец. Ешкіні 60 мыңға сатып жатсың ба? Сұрап жатыр ма? Қаншаға сұрап жатыр? 60. 60 мыңға? Неғып бермей жатсың енді 60 мыңға сұрап жатса? Өздері алмай жатыр ғой. Өздері алмай жатыр. Кіммен келдің мал базарға? Папамен. Ой, молодец. Папаңа көмектесіп жүрсің ба? Я. Ай, молодец. Саудасын берсін. Өтіп кетсін ешкілерің. Сексеуілден жақындарым бізді бақылайды. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем тұрсам да жалғанаш. Мен стилім мүлде бөлек, терең өзек. 75? Екеуі де бір баға ғой, е? Ұрғаш екеуі де, е? Тамаша, 75 мыңға. Бұл кіреберістегі баға. Енді өткен базармен салыстырғанда сәл арзандау секілді бүгінгі баға. Құрбан айт болса да көңіл қуантатындай баға. Өйткені біз өткен базарда 75 мыңға дәл мұндай семіз қойларды көргеніміз жоқ. Мен стилім қара бұқа қаш, сені сүзет. Стилім Ньюкасл, жаңа қорған, тарихта толы дорба, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда. Міне қазір қалың қойдың арасында тұрмыз. Мұнаның барлығы жаңа егесінің айтуы бойынша 75 мың теңге. Көріп тұрғандарыңыздай союға жарамды бір жасар тоқтылар бұлардың барлығы. Қай жақтан келген? Сарыағаштан келген. Сарыағаштан, е? Өзіңіз негізі қаланың тұрғынысыз ғой? Иә. Сарыағаштан алып келіп отырсыз, е? Писарский порода ғой. Жалпы таңнан бері алушылар қалай енді? Жақсы бағалап жатыр ма? Қанша бастаттыңыз енді? Білмеймін, осы полный тұрған, осы шамалы қалды. Енді өткен базарға қарағанда бағаны қалай айырмашылық бар ма бүгінгі базар? Бірдей ғой. Бірдей, е? Өзгеріс жоқ, е? Құрбан айт келе жатыр деген ондай түсінік жоқ қой, е? Ондай жоқ. Біз оптым сатамын ғой. Оптым? Иә. Көбісі оптым алып кететін ондай. Штучныйлар сататындар. Налар порода қойлар, не тоқтылар. Породасы қалай аталады? Писарский порода. Жалпы бізде сұраныс жоғары ғой бұл породаға, е? Жақсы. Ет бағытында, е? Ет бағытында да тұтынуға да. Көрсін арлап түсіріп көріңдер.
егер бүгін базарда артылған жағдайда қай жақтан алып кетуге болады? Мысалы біздің көрермендер сұрап жатыр. Коммунизмде. Коммунизм Көксары 21-ге. Телефон нөмір 702 544 77 53. Хабарласа берсін. 24. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жақсысыз ба? Біз өткен шығарылымда өзіңізбен сөйлесіп сұхбаттасқан болатын тұғымыз. Жалпы біздің көрермендер өзіңізбен тікелей байланыс алып әсері болды деп есептейміз. Өйткені сұраушылар өте көп болды. Жалпы бұндай біздің YouTube проектінің сіздерге деген пайдасы тиіп жатыр ма? Құдайға шүкір, сіздердің арқаларында біраз пайдасы тиіп жатыр ғой. Мысалға қойларды көбісі сұрап жатыр, звондап жатыр, жекеге шығып жатыр. Шүкір сатып жатырмық. Мысалға қораның бәрі тұр ғой мінекей. Мына қораны қазір біз саулық қойлар құрбан айтқа бізде қосып сату, құрбан айтта кейбір жігіттер бар, енді пайдаланып, соны қосып жатыр үстіне. Жаңағы ол бәрі жалған дүние ғой. Мыналарды былайынша біз 65 мың теңгеден қазір базарда беріп отырмық. Саулық қойлар 2 жасарда. Мына яғында 65 мың, мына яғында 65 мың. Осы уақытқа дейін 70 мың теңгеден ұстап келгенбіз, кеше 65 мыңға түсірдік қой. Өткен базарда қарағанда бүгінгі базарда сәл өзгеріс бар сияқты, сәл арзандау, иә? Арзандау. Себебі неде? Себебі өйткені халықтың бәрі осы құрбан айтқан малын дайындап отқан ғой, келген ғой бәрі. Соған қарағанда бәрі төмен. Қазір бұл базар өте төмен болып тұр. Біз де сол халықпен бірге базарды қалай істейді, солайынан өзіміздің бағамызды ұстап отырмық. Бүгінгі сұраныс қалай? Сұраныс өте көп. Мысалға мыналардың біразы жалағаш пен қармақшының жігіттер алып кетті. Қазір осыны. Ал берекесін берсін, сәттілік. Жақсы. Күнделікті саудаңыз жүре берсін. Назарларыңызда біздің тұрақты сарапшымыз, күнделікті біздің базардың базар бағамын айтып осындағы статистикасын келтіріп отырды. Ағамыз оптым бағада барлығын арзан беріп жүруге болады дейді. Негізгі мекен-жайы Әл-Фараби 6-й. Қазіргі бүгінгі бағасы 65 мыңнан шығарыпты қойларын. Бірақ келісімі бар дейді. 60-65 мыңнан беріп жіберемін дейді. Мынау орташа есеппен тоқтылар, сатылып жатқан тоқтылар қанша келі ет беріп жатыр? 22-ден 25 келіге дейін беріп жатыр. Ал қойлар? Қойлар 27-ден 30 бен араның ортасында беріп жатыр. Тамаша, тамаша. Берекесін берсін. Көке, қалай, жақсысыз ба? Ал саудасын берсін, көке. Қошқарды қанша деп жатсыз? Қошқар 75 деп жатырмын. 75? Иә. Осы бір бас алып келіп отырсыз ғой бүгін, иә? Иә. Нешеде келдіңіз бүгінгі базарда? Бүгінгі базарда сол 6,5 жетті келдім. Содан бері отырсыз, иә? Таңғы 6,5-дан бері, таң сәріден. Иә, бір қой саттым да. 2 бас алып келдіңіз ғой? 2 бас әкелдім. Сұраныс қалай болып жатыр енді? Қошқарға деген сұраныс бар ма? Сұраныс бар, жақсы. Қаншаға бағалап жатыр келушілер? Бағалар енді қымбаттар 120 болып жатыр, 110 болып жатыр, 75, 65-тен солай көп болады баға. Сіздің қошқарыңызды қаншаға бағалап жатыр енді? Қаншаға сұрап жатыр? 75, сама түспейсіз ба, 75 дейді, 72-ке деп тұр. Мен 73 болса беріп жіберсін деп отыр. Берекесін берсін, жақсы болсын. Бұзық балдар Стиль таза Қызылорда Өзім өлін төсегім ерекше бұл қалада өкпеге оттегі кім болсың да табылады бас бұстайтын эго то из себя тут строить шашылады будто лего егінге жақын бірақ жоқ бізде веган балдардың бәрі диги. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсыздар? Бүгінгі базар бағамы қалай болып жатыр? Сұраныс қалай? Сұраныс жақсы, арасында кетіп тұрады енді. 85-90-ның арасы ғой. Ең қымбат қойыңыз 90 мың ғой? 90, иә. 90. Ең арзаны? 85, 83, 80. Жалпы енді қай жақтың қойлар бұлар? Қай жақтан әкеліп тұрсыз? Осы Қызылорда ғой. Қызылорда қай жерінен? Әл-Фараби. Әл-Фараби. Жалпы сұраныс қалай? Таңнан бері қанша бас саттыңыз? Таңнан бері 3-ма кетті. Әлі жалпы көңіл көншімей тұр ғой саудаға, иә? Иә. Тамаша, берекесін берсін, саудасын берсін. Мынау жаңа қошқарлар ісек дейтін бе? Тартып ұстайтын. Иә, тартып ұстаған. Бұлар өзіне қон жинайды ғой, тартып ұстағаннан кейін, иә? Жинайды. Примерно мынау қанша келі береді? Кеше сойғанымызда 32 келі беріп тұр ғой. 32. Жалпы жақсы ғой 32 деген, иә? Жақсы. Әдемі осындай баға. Осы тұрсын. Мынау не, породный ма? Порода. Қандай породасы? Занен. Занен, мынау сүт бақытындағы. Сүт бақытындағы. Мынау Альпи. Бұнда сүт бақытында бұлда. Бірақ бұл текелақ. 3 айлық бұлар. Сұраныс қалай енді жалпы ешкіге деген? Сұраныс көп. Ешкі асырайтындар да көп.
Жақсы. Көп сүт береді. қашпаңыз тәте апай. Просто осы базарда түсіретін неміз ғой, блогерлеріміз. Өткенде де түсіріп алған, иә. Иә, өткенде де түсірдік біз. Жалпы мынаның барлығы өзіңіздікі ғой, иә? Өзімдік. Қай жақтан қаланың? Жаңа базар районы. Қанша уақыттан бері осындай сатушылықпен айналысасыз? 2-3 жыл болды. Жұмыс жоқ. Бала шағаны асырау керек. Қиын жағдай болып қалды. Жалпы енді нәпақа табуда енді базардың артықшылықтары көп дейсіз ғой. Иә, артықшылықтар көп. Берекесін берсін. Аумен базар жақсы ғой. Үйдің дрегі, қыздардың бәрі студаж, покрути Volkswagen, стройный штрих-код, шит-тик, түр-тик, шит-тик, түр-тик. Оп, оп, ап бәрекелді, бастары да кететін вайттан әкелді. Оп, оп, ап бәрекелді, ұшырып әкетеміз тағып ал белді. Міне базардың қақ ортасына келдік. Қайнаған сауда болып жатыр. Міне қойлардың бүгінгі көрінісі, міне семіз қойлардың бүгінгі бет бейнесі. Өздеріңіз байқап тұрсыздар, барлығы күш қуатты, кәдімгі қуаты тасып сыртына шығып тұр. Енді нағыз құрбан айтқа қажетті қойлар деп есептеуге болады. Бұның бағаларын білсек енді. Бағасы қанша болып жатыр? Қаншадан болып жатыр екен бағалар? 150-100-ден. Міне бұл екі базардың рекорды деп есептеуге болады. Біз өткен базарда 95 мың теңгеге ең қымбат қойды көрсек, бүгінгі базарда 150 мың теңге. Міне баға деген жер мен көктей болып тұр. 150 мыңға саудасы татитындай мына жерде қойды байқасаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Оп, оп, ап бәрекелді, стиль таза кісі оқ, қимылдады белді. Оп, оп, ап бәрекелді, әрі-бері шайқап белді. Бұзық балдар, стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда. Ассалаумалейкум. Қанша болып отыр, ну? 160. Қанша келі ет береді? Қанша келі болғанда енді таза еті есінен бөлек бір 60-70 келі болады ғой. Былайынша общий салмағы 80-90 келі шығады. 80-90. Құрметті көрермендер, бүгінгі біз базардың ең үлкен қошқарын көріп тұрмыз. Егесінің айтуы бойынша 80 келі береді дейді. Бағасы да сол салмағына сәйкес 160 мың теңгені сұрап тұр екен. Бүгінгі базардың алды осы қошқар. Міне, байқап тұрсыздар. Міне. Базардың ең үлкен қошқарының егесі қазір жанымда. Дәл осындай үлкен болу үшін қанша ай бақтыңыз? 5 айдай бағылған ғой. Чисто жоңышқамен, бидаймен 3 мезгіл. Сол. Өзіңізге ең бірінші сатып алған кезде қанша теңгеге алдыңыз? 35-40 мыңнан кішкентай марқа тоқты кезінде алғанбыз. Енді бір 15-20-асын аламыз. Сонымен таза адал еңбекпен бағамыз ғой. 5 ай, 6 ай. 15-20-сы да дәл осындай болды ғой, үлкен? Иә. Үлкен, иә. Оны алып сатар сияқты біз енді үстінен көру үшін осы базар алып, келесі базар әкеп, үстіне ақша қосып ондай жоқ. Таза бағып ауылдан. Теміртіп әкеп келеміз. Қай ауылдан келіп тұрсыздар? Нағи Ілиясов ауылынан, ауылдардың астанасы. Бәрі білетін шығар, Нағи деген ауылды. Тамаша. Нағи ауылы қандай көрікті болса да, міне қойда дәл сол ауылға сай, міне әдемі қой. 5 ай бағылған, 80 келі ет беретін бүгінгі базардың алды. Бұзық балдар, стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Құрметті көрермендер, бұл қойдың ең ерекшелігі мына арт жақ жамбасы, яғни құйрығы 20 келі береді екен. Бұндай қой көріп едіңіздер. Біз жалпы базар аралап, мұндай қойды біз алғаш рет байқап тұрмыз. Бүгінгі базарда байқағанымыз, өткен базармен салыстырғанда қойлардың саны 2 есеге көп. Бұл жаңағы сатушылардың пайымы бойынша бұл бәсекелестік, яғни бағаны да сәл түсіруге мүмкіндік тудырады дейді. Енді байқағандарыңыздай, қой өте көп, сөздің шыны керек, бүгін өте көп. Бір 2000 қой бүгінгі базарға сатылымға шыққан деп жаңағыдай сарапшылардың пікірін білдік. Бүгінгі осы міне қой базарындағы базар бағамы осымен тамам. Қазір біз дәстүрге сәйкес ірі қараға қарай көшетін боламыз. Стиль таза Қызылорда.
края. Үндістаннан келген ба? Шынымен? Сіздікі ма аға? Сіздікі ма? Егесі қартты? Ассалаумалейкум. Пародысы ерекше екен. Қалмақ па? Қай жақтан келген? Жаңғырған. Ассалаумалейкум. Қалайсыз, жақсыздар ма? Ерекшесі ер екен. Түсіріп алсақ болады ма? Қаншадан? Қаншадан сұрап тұрсың? Міне, бүгінгі ірі қарада ерекше породаларды кездестіріп жатырмыз. Бұл әрине сиырда қалмақ породасы жаңа орғаннан келген екен. Бағасы да сол породасына сай. Әр басын 420 мыңнан сұрап тұр. Құрметті көрермендер, бұл породаны білсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Қазақ сиырлардан қандай ерекшелігі бар, соның барлығын бірге анықтайық. Біз енді базарда бұндай породаны алғаш көруіміз. Мое детство, велосипед, Сырдарья. Жара, теряешь рассудок, самый мощный. Ты знаешь откуда, по дворам кружить в танцы. Міне, бүгінгі базардағы бағытымыз ірі қара, яғни сиыр саудасына қарай беттеп бара жатырмыз. Өткен базарларда да өздеріңіз көрдіңіздер. Базарда жалпы төрттіліктің саны өте аз болғандығын бүгін байқап отырсыздар, өте көп. Жаңа қой саудасымен салыстырғанда сиырдың да саудасы бүгін қызып тұр. Что Қызыл Париж, это не во Франции, это казахский легион. 11-й регион, рядом Айзёма, Искра и Горючие. Гетто Докс и Белучи. Мой рэп классика, ветром сдувает года. Но мой стиль таза Қызылорда. Бұзық балда. Стиль таза Қызылорда. Бұзық балда. Стиль таза Қызылорда. Құрметті көрермендер, міне базардың ең керемет көрінісіне келіп тұрмыз. Саудаласу. Бір жасар ма? Әлде жасқа толмаған ау деймін? Екі жасқа жақында құрам болды. Ой? Иә. Бір жастан 6 ай, 7 ай асып тұрғандар ғой бұлар. Асып тұр. Иә. Сойса қанша келі ет береді енді өзіңіздің жобаңызбен? 320 мыңды ойланбайды ғой. Ойланбайды. Ойланбайды. Бағасы қанша деп тұрсыз? 300-ден деп жатырық, саудасы бар, шамалды бар. Кемі қанша? Енді кемін алатын адам айтады ғой енді. Жоқ, енді айтсаңызшы. Оның бәрін өзім айта берсем, сауда алмай қалады ол кезде. Дұрыс, енді көрермендер ертең сұрайды ғой. Мүмкін базардан өтпесе сізді телефоннан іздеп табамыз. 90-ға береміз ғой. Екеуін бір жерден 90-ға береміз. Ет бақытында ғой, Екі бақытындағы малдар. іздеп табуға болады. Нөміріңіз болса, нөміріңізді айтыңыз. Нөмірімізді айтамыз: 8 705 106 98 72. Комсомол қыстағына келеді, пожалуйста, екеуі де тұрады. Саудасын берсін аға, саудасын берсін. Құрметті көрермендер, сиыр саудасында жүргенімізге 5 минут болды. Жаңа ең алғаш келген кезде саудаласу процесі болып жатқандығын 5 минут болды, әлі бағасына келісе алмай жатыр. Бұлар да бір кішігірім дипломат деп айтсақ болады. Қазір нақты білетін боламыз алдағы уақыттарда. Стиль таза Қызылорда. Кімі қанша? Не? Бұзаулы сиыр, көріп отырыңыздар. Егесі 400 мың дейді. Желіне де жақсы екен. Нағыз сауынды. Ойбай. Қалай? Сөйтіп sayın ба? Кене ма? Бір нәрсе бар. Жарылып кеткен екен ғой. Тамаша. Қанша литр сүті бар аға? 8 литр, бүгінгі базарда ең кішкентай сатушымыз. Бүгінгі базарға не шығарып едің? 4 бас баспақ, сосын 2 қой. Алтауы да өтті ма? Иә. Қаншадан саттың? Қойдың біреуін 35-ке, біреуін 48 саттым. 2 баспақты 290-ға, сосын тағы 3 пен 4-ші баспақты 294-ке саттым. 294-ке? Сен базарда абайлап жүр, сүңкіңе қарап қой. Құрметті көрермендер, бізде қайнаған тіршілік болып жатыр. Өйткені олай деуімізге де толықтай себеп бар. Өйткені бүгін Қызылордада күн райы 41 градусты көрсетіп тұр.
Сонда да күннің ыстығына қарамастан осындай базар өзінің тіршілігін тоқтатып жатқан жоқ. Қазір біз бағытымыз жылқы саудасына келдік. Қазір көріп тұрсыздар, құнан, тай, жабағы барлығының бағасын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Стиль таза Қызылорда. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопарадым. Браттар бар. Ба, торы 280 ба, аға? Иә, ұрғашы. Ұрғашы, иә. Не болған ауыздарына? Айғыр болып жүрген ғой, мейісіне мал. 220 мыңға алып алам десе. Мына екі бастай 220 мың. Мына торы ұрғашы болғаннан кейін бұл 280 мың дейді. Қап тұрғандарыңыздай бүгін жылқы саудасының жалпы жоқтың қасы деуге болады. Өйткені бүгінгі базарда келушілердің барлығы қой, ұсақ малдарда жүрген байқадық. Мына көріп отырғаныңыздай жылқылардың да саны өте аз бүгінгі базарда. Себебі сұраныс жоқ десек те болады. Сұраныстың болмағаны соншалық сатушылардың өзі малдарын айдап үйлеріне қайтып жатыр. Құрметті көрермендер, мал базардағы бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Біздің Базар Лайк YouTube арнасына жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Біз сіздермен әрдайым осы базар бағамында жолығатын боламыз. Стиль таза Қызылорда.